Қазақстанның оңтүстігінде, тау мен даланың түйіскен тұсында орналасқан бір мекен бар. Ол Ақмешіт үңгірі. Түркістан облысы Бәйдібек ауданында орналасқан бұл табиғи ескерткіш ғасырлар бойы тарих пен табиғаттың үндескен жемісі. Үңгірдің кіреберісі қарапайым көрінуі мүмкін. Алайда ішіне енген сайын сізді ғажап бір әлем қарсы алады. Жоғарыдан түскен күн сәулесі кең үңгірді нұрға бөлеп, мешіт ішіндегі тыныштықты еске салады. Ақмешіт үңгірінің ұзындығы 250-260 метр, биіктігі 35-40 метр, ені 65-70 метр. Және де Орта Азиядағы ең үлкен үңгірлердің бірі. Жарқабақ саңылауларынан мезгіл-мезгіл су тамып тұрады. Ішіне қарағанда ерінеуі киіз үйдің шаңырағы секілді көрінеді. Бұл үңгір жылдың 4 мезгіліне зәру емес. Неге десеңіз, мұндағы ауа температурасы бір қалыпта тұрады. Мейлі сіз шіліңгір шілдеде бас сұқсаңыз да, суығы қатты қаңтарда келсеңіз де өзгеріссіз. Мұндағы талдар да жыл 12 ай жасыл реңді сақтайды. Үңгірдің географиялық орналасуы мен құрылымдық үдерісін зерттеген мамандар оны әктасты жыныстар қабатының ойылуынан пайда болған деген болжам жасапты. Үңгірді арнайы биолокациялық құралмен тексергенде адам денсаулығына кері әсері беретін геомагнитті микротолқын жоқ екені анықталған. Яғни, үңгірде адам ағзасына кері әсер беретін биоэнергия жоқ. Бұл үңгірді 1973 жылы Мәскеуден келген геологтар, тіпті одан да ертерек тарихшылар зерттеген. Біріншісі, Ақмешіттің пайда болу себебі метеориттің құлауы болды деп болжады. Екіншілері, әктас қабатында үңгір пайда болған. Тастар энеолит дәуіріне, яғни мыс тас дәуіріне жатады деген тұжырымда бар. Қалай болғанда да, бүгінде Ақмешіт Орталық Азиядағы ең үлкен жер асты үңгірлерінің бірі болып табылады. Ақмешіт тек тас емес тарих, үңгір емес, ұрпаққа үнсіз сыр шертетін шежіре. Мұндай мекендер өткенді танудың, болашақты бағалаудың қайнар көзі.